Ортаңызға сәлем достар. Бүгін бізде Лига чемпионов шықты. Мына жерден 8 команда, оның нешеу кетті, 6-ау кетті ме, 2-еу қалды. Дортмунд пен Порту. Неқта бізде осындай 90 плюс не бар. Мен біреуін аштым осының. Осы видеода көре аласыңдар қазір кім түскенін. Достар, мына пакты ашып жіберейік. 90 плюс пак Лига чемпионовтың осы пактан бірдеме түседі деген ойдамын. Көрейік енді. Ал Коман. Коман. Kingsley Коман бізге түсті. Жарайды. Бля, ең төмен рейтинг қомнау. Достар, бізге сол Коман түскен болатын. И бізде, маяқта пут награда. Ол Коман бізде 2 миллионға саттым, Мен ол паққа 300 мыңдай құрттым. И 2 миллионға саттып жібердім. Әлі сатылған жоқ, бірақ 2 миллионға қойдым. Міне, мына жерден мынандай нелер бар. Бұл жерде жетон бар. Ал бұл жетонда мынадан 250 береді. 500 очко құртасын, 250 береді екен. Ал мынауда 500 очко құртасын, бірақ бұдан 500 очко береді. Сондықтан мен бұл жетонды алмаймын деп шештім, Мына 80 плюстерді аламын деп шештім. Мына жерде 500-ді аламын деп солай істеймін, Мына аяқтан бізде енді мықты ойыншылар. Өте керемет. Біздің болжамымыз бойынша бұл жерде негізі Терштеген болмайды деп ойлап едік негізі. Ол деген не істеді ғой деп дұрыс тұра алмады ғой деген сияқты. Бірақ бұл жерде мықты ойнамағандар да жүр екен. Горецка деген негізі Лациомен ойында ешқандай көп нәрсе істеген жоқ. Икарди да ештеме істеген жоқ. Витсе болғанда жоқ екінші ойында. Сол сияқты ғой, В общем, дұрыс ойнай алмағандар да жүр. Ішінде Пепе Рейна жүр. Мысалға, Баварияда 4 гол жібере алған Пепе Рейна жүр. Конате жүр. Ливерпульден 4 гол өткізіп алған. Енді солай да, Мына жерден Мариано бар. Бізде Реал Мадридтен ойнатқан жігіттер қуанып жатыр, Мариано шыққанына ше. Екінші нападающий болған деп. Міне Жиру бар бұл жерде, Караско, Матип. Енді бұл жерде Безданат Горецка жете алам ба, білмеймін. Алдағы уақытта Бавария қайтып жинауы мүмкін. Горецка жете алсам. Жету керек негізі, жету керек негізі, 98-ге ше. Бұл жерде 10 мың мынандай не құртсаң. Бернардо Сильваны алсаң, Баресиге шанс бар ғой. Бұл Бареси Миланда ойнаған. Миланның кумир екен. 86 скорость, 122 защитасы. Базар жоқ. Так. Бізде мынаяқта мынандай нәрсе екен. Мен бұны ойнаған жоқпын әлі. Бұны ойнауым керек, қазір ойнап тастайын. Так. Осындаяқта блок игроков. Білетін шығарсыздар енді бұны. Мынау, 100 құртсаң мынаны аласың, 200 құртсаң мынаны аласың. Кете береді ғой. Ранг керек, достар. Ранг деген нәрсе керек болады. Сондықтан осында ашуларың болады. Мысалға, Шелсіне түсіп кетуі де мүмкін сендерге. Бұны да қымбатқа сатып жібересіңдер, сразу сатсаңдар ше. И одан кейін жайлап арзандайды бұлар. Қазір ашып жасандар болса жетондар. И Моун бар. Бұл жерде Моун. Роберто бар. Фоден, Сусо, Кюрзава деген сияқты. Достар. Бұл жерде мен ашпай қойын бұны. Маған керек емес. Мана 90 плюске мен 94 Руниді құрттым. Просто маған Руни керек емес болғасын.
Руни кетті, короче, сол неге СБЧ-ға. Руниді кетіріп жіберген ғой, ема. Енді Рунидің көп пайдасы жоқ, маған дым керек емес. Сондықтан кетсін дедім. Руни сатылмайды да ол. Сондықтан Руниді кетірдім, короче. Мына жерде Ходсон Одой тұр. Бұны да алуларыңа болады. 16 команданы ұтсаңдар, АПЛ жинап жүргендерге ПП-ға жақсы игрок бұл. Қараңдар, 110 скорость, 92 удар деген керемет нелері бар. Бұл жерде енді формалары жақсы екен. Бұл жерде форма береді. В общем, істесең. Татыр. Сонда мынаны екінші рет ойнауға бола ма не? Ойнап тастағандарды 25 береді екен. Екінші рет ойнауға болады екен ғой. Ойнамағандарды 50 очко береді екен. Сондықтан 25-ін береді. Аха, түсінікті. Иә. Бұл жерде 5 алған екенбіз. Так. Достар, осымен татыр. Нақтан бізде бірдеме сатылды. Бұл жерде кім сатылды? Ой, Телеманс ба. Коман шығар деп едім. Коман сатылды ма деп едім ше. Аха, достар, осындай видео болды. Сендерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайктарыңды басыңдар. Лига чемпионовта керемет ойыншы салыңдар. Фактан жестко ойыншыларды. Осы видео аяқталды. Лайктарыңды басыңдар. Ана атыр келіңдер. Давайте, достар.